Баршаңызға сәлем. Сән стиль сұлулық арнасындағы кезекті премьерама қош келдіңіздер. Бүгінгі премьерада көретіндеріңіз 2 аптада сұлу болуға 10 кеңес. Жаз мезгіліндегі тері күтімі және қиярдан үй жағдайында жасалатын маскалар мен бет сүртетін лосьон. Сондай-ақ мен фудблогер болсам ба, әлде арнамды басқа салаға ауыстырсам ба деген оймен сіздер күтпеген контент болады. Сондықтан арнадан алыстамай, премьераның соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Қызықтың бәрі алда. Міне, көптен күткен жаз да келді. Ал жаз әдетте оқу бітіру кештері, тойлар мен кездесулер маусымы. Сондықтан да аз уақыттың ішінде дене мүсінін түзеп, бетке, шашқа арнайы күтімді нәтиже беретіндей жасау керек. Осыған орай келесіде 10 кеңесімізді ұсынамыз. Алғашқы кеңесіміз: күнде таңертең аш қарынға бір ас қасық зығыр дәнін жеп тұрыңыз. Зығыр дәнін жақсылап шайнап, жылы сумен ішіп жіберіңіз. Бұдан соң жарты сағаттан соң ғана тамақтаныңыз. Мұның пайдасы: зығыр дәні ағзаны тазартады. Нәтижесінде бет терісі тегістеліп, жаңарады. Арықтағаныңызды да байқайсыз. Сонымен қатар зығыр дәні шаш пен тырнақты мықты етеді. Бір ескеретін жайт: ағзаңызда тас бар болса, зығыр дәнін жеуге болмайды. Екінші кеңесіміз: күнде қайнаған қызылшадан салат жасап жеңіз. Себебі қызылша қанды тазартатын тамаша азық. Қан тазалығының сыртқы келбетке тікелей әсері бар. Сондай-ақ терінің қалпы мен ішкі органдардың жұмысына да әсер етеді. Үшінші кеңес: ұйықтауға 1 сағат қалғанда бетке глицерин мен Е дәруменінің қоспасын жағыңыз. Оны дайындау үшін 30 грамм глицерин мен Е дәруменінің 10 капсуласы керек болады. Капсуланы инемен тесіп, бір құтыға сығып алыңыз. Глицеринмен араластырып, бетке жағудың алдында бет терісін жақсылап тазартыңыз. Жұмсақ щеткамен бетті уқалап қызартыңыз. Сонда жасушалар қоспаны өзіне түгелдей сіңіріп алады. Мұның қандай пайдасы бар десеңіз, күнде таңертең бетіңіздің жылтырап, ағарып, ылғалданып тұрғанын байқайтын боласыз. Келесі 4-ші кеңес: күніне тамақтану кезінде 50 грамм жаңғақ жеуді әдетке айналдырыңыз. Өзіңізге ұнайтын кез келген түрін таңдауға болады. Грек, бадам немесе арахис. Жаңғақ жеудің пайдасын 2 аптадан соң шаш пен тырнақтың мықты болғанынан байқайсыз, әрі ағзаңызға да пайдалы. 5-ші кеңесіміз: құрғақ қышаға өсімдік не ошаған майын қосып, маска дайындаңыз. Ылғал шашқа жағып, жарты сағаттан соң жуып тастаңыз. Мұны аптасына 3 рет қайталаған жөн. 1 айдан соң шашыңызды танымай қаларыңыз сөзсіз. Шаш қалыңдап, жылтырап, көлемдірек бола түседі. 6-ші кеңес: табиғи мақтадан тігілген шұлық сатып алыңыз. Сары май мен бірнеше тамшы жалбыз майын араластырып, қоспа дайындаңыз. Ұйықтар алдында аяғыңызға қоспаны жағып, уқалаңыз. Сыртынан шұлықты киіп жатыңыз. Мұны жаз басталмай тұрып жасағаныңыз дұрыс. Себебі ыстық құмның үстінде бірнеше сағат бойы жалаң аяқ жүретін болсаңыз, аяқ терісі қатайып, жарылып кетуі мүмкін. Ал бұл алдын ала күтім жасау болып табылады. Келесі 7-ші кеңесіміз: таусылған сүрменің түтігін жаққышпен сабындап жуып, тазартып алыңыз. Кепкен соң ішіне бидай дәнінің майын тамызыңыз. Ұйықтар алдында майды кірпігіңізге жағыңыз. Көп жағудың қажеті жоқ. 1 айдан кейін кірпігіңіз қалыңдап өсе бастағанын байқайсыз. 8-ші кеңес: 1 стақан тұзға 1 стақан майлы қаймақ қосып араластырыңыз. Суға түсіп болған соң қоспаны денеге жағып шығыңыз. Содан соң жылы сумен шайып тастаңыз. Әр жуынған сайын қайталап тұруға ерінбеңіз. Қоспаны тоңазытқышта сақтауға болады. Бұлай жасаудың пайдасына келсек, тұз қабыршақтанған теріні алып тазартады. Кішігірім безеулерді кетіреді. Қаймақ тұзды жұмсарту үшін қажет. Әйтпесе тері қызарып қалады. Сондықтан қаймақ жасушаларды нәрлендіреді. 9-ші кеңес: гүлтәжі, яғни амарант майын тауып алсаңыз жақсы болар еді. Себебі оның құрамындағы сквален теріміздің негізгі компоненттерінің бірі болып табылады. Май терімізге 100% сіңіп, әжімді, тыртықты, күйген жерлерді емдейді. Оны күнделікті бетке, денеге жағып тұруыңыз қажет. Ең соңғы, яғни 10-ші кеңес: суға бірнеше тамшы, яғни 1 литр суға 5 тамшы шамасында ментол майын тамызыңыз.
Шашты жуған соң осы сумен шаюды әдетке айналдырыңыз. Шаштарыңыздың жаңарып қалғанын бірден байқайсыз. Оның тіпті бас ауруын басатында қасиеті бар. Қайызғақты емдеп, шашты майланудан қорғайды. Сұлуларым, осы аталған 10 кеңестің бәрін ерінбей жасайтын болсаңыздар, 2 аптаның ішінде сырт келбетіңіздегі өзгерістерді айналаңыздағы адамдар байқайтын болады. Сәттілік. Сәлем сұлуларым. Бүгін біз жаз мезгіліндегі бет күтімі туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Белсенді күн сәулесі, ыстық ауа, шаң тозаң, мұның бәрі жаз мезгіліндегі біздің теріміздің тез құрғауына, тері бездерінің майды әдеттегіден көп бөліп, тері тесіктерінің бітелуіне және қарадақтар мен әжімдердің пайда болуына тез әсер етеді. Сондықтан жаз мезгілінде де бет күтіміне ерекше көңіл бөлеміз. Әдеттегідей алдымен күніне 2 рет тазалаудан бастаймыз. Тазалаудың өзі 2 кезеңнен тұрады. Яғни бірінші гидрофильді майды жағып жуынып аламыз. Сонан соң барып көбікше немесе сүтшелермен жуынамыз. Егер бет терісі майлы болса, шөп тұнбаларынан жасалған, яғни чемедақ, жалбыз, шалфейден қайнатпаларымен жуынған дұрыс. Бетті жууда тыныштандыратын және нәрлендіретін мустар мен көбікшелерді пайдалану керек. Одан соң бетті тоникпен сүртеміз. Тоник теріде қалған кірді жақсы кетіреді. Теріні сергіту үшін шөп тұнбаларының немесе көк шайдан қатырылған мұз текшелерімен сүртуге болады. Келесі кезең тонер жағамыз. Тонер теріні нәрлендіріп ылғалдандырады. Содан соң сары су, яғни сыворотка жаққан дұрыс. Сары су сіңген соң ғана жеңіл текстуралы күндізгі крем жағу керек. Құрамында жеміс қышқылы бар кремдерді пайдаланбаған жөн. Өйткені ол күн сәулесіне сезімталдықты арттырады. Егер сыртқа шығатын болсаңыз, шығардан 20 минут бұрын міндетті түрде SPF крем, яғни күннен қорғайтын крем жағыңыз. Бұлттығын болғанның өзінде де жағып жүріңіз. Кей косметологтар SPF кремді 2-3 сағат сайын жағуды ұсынады. Ол үшін қазір ыңғайлы спрей түріндегі SPF-тер кең қолданыста. Тональды кремнің орнына жеңіл текстуралы CC немесе BB кремін пайдаланған дұрыс. Бет терісін күні бойы ылғалдылықта ұстап тұру үшін термальды судың көмегі мол. Аптасына 1 рет үй жағдайында пилинг жасап тұрыңыз. Пилинг теріні терең тазартады. Пилингтен соң міндетті түрде крем жағыңыз. Ыстық мезгілде теріңіз құрғамау үшін суды көп ішіп, балғын жеміс жидектерді молынан тұтыныңыз. Бұл теріге қажетті А, Б, С және Е дәрумендерін беріп, ерте қартаюдың алдын алады. Жаз мезгілінде ерніңізге де көңіл бөліп, далап орнына күннен қорғайтын бальзам жағыңыз. Көзді де ұмытпаған жөн. Көз айналасындағы тері нәзікте сезімтал. Сондықтан әжім түспес үшін күннен қорғайтын көзілдірік пен бас киім киіп жүріңіз. Жазда ашық киімді көп киетіндіктен мойын және төс аймағына да көңіл бөліңіз. Күннен қорғайтын крем жағып, кешке арнайы креммен массаж жасауды әдетке айналдырыңыз. Қосымша күтім ретінде үй жағдайында маскалар жасап тұруды ұмытпаймыз. Әртүрлі тері типіне арналған күтімдер мен маскалар жөнінде арнамыздан көре аласыздар. Сондықтан келіп алыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Жазда бет терісін ылғалдандырудың ең тиімді маскасы қиярдан жасалады. Жаз айларында бет күтіміне жұмсақ тазартатын және ылғалдандыратын маскаларды қолдануымыз керек. Оның үстіне бұл мезгілде әртүрлі жеміс-жидектер мен көкөністер қолымызда жеткілікті мөлшерде болады. Қиярдың 90% микроэлементтер мен дәрумендерге бай судан тұратындықтан, қиярдан жасалатын маскаларды күніге пайдалануға болады. Ең оңай маска салат жасау кезінде қиярдың қабығын тастаудан бұрын бетіңізге 10-15 минутқа қойып қойыңыз. Теріңізге балғындық сыйлап, майда әжімдерді тартады. Бетті ағартуда да қияр жақсы өнім. Майда үккіштен өткізіп, балмен араластырып, немесе бал орнына лимон сөлін қосуға да болады. Қоспаны бетіңізге жағып, 15 минуттан соң жуып тастайсыз. Енді беттегі майда бүртпелер үшін қияр лосьонын жасайық. Бір қиярды майда үккіштен өткізіп, стақанның немесе банканың жартысына дейін саламыз. Үстіне жарты стакан арақ құйып, 15 күнге қараңғы жерге қойып қоямыз. 15 күннен соң сүзіп алып, 1/1 мөлшерде сумен араластырамыз. Күніне таңертең және кешке сүртуге болады. Көп қолданбау керек, өйткені теріні құрғатып жібереді.
Қияр көз айналасындағы қарайған ісінулерді де басады. Ол үшін салқындау қиярдың тілігін көзге 10-15 минутқа қойып қоямыз. Бұны күнделікті жасауға болады. Себебі қияр көз шаршауын басады. Әжімдердің пайда болуының алдын алады. Қияр суының құрамында көздің көруіне оң ықпал ететін тиамин, витамин 6, кальций және магний бар. Құрғақ және сезімтал тері үшін қияр мен қаймақтан маска жасаймыз. Үккіштен өткізілген жарты қиярға бір ас қасық майлы қаймақты қосып жақсылап араластырамыз. Бетке 10-15 минутқа жағып, жылы сумен жуып тастаймыз. Бұл масканы күн ара жасауға болады. Ал майлы тері үшін қияр мен жұмыртқадан маска жасаймыз. Бір қиярды майда үккіштен немесе блендермен қоймалжың масса болғанша еземіз. Содан соң сөлін сығып аламыз. Ақуызды сарыуыздан бөліп алып, көпіршігенше ұрамыз. Қияр сөлі мен ақуызды қосып араластырып, бет терісіне 15 минутқа жағып қоямыз да, уақыт өткен соң жылы сумен жуып тастаймыз. Ал сіздің беттеріңіз қоршаған орта әсерінен шаршаңқы көрініп, серпімділігін жоғалтса, онда жүзімнен маскалар жасаңыз. Бүгін жүзімнен ылғалдандыратын, нәрлендіретін және тазартатын маскаларды қарастырамыз. Ал сіз арнамызға жазылып, лайк басып, қолдау білдіріп отырыңыз. Жүзімнің құрамындағы А дәрумені теріні жасартса, С дәрумені тері қабынуының алдын алады, серпімділік береді. Биотин зат алмасуды қалыпқа келтірсе, калий элементі теріні ылғалдандырады. Бірінші құрғақ теріге арналған, нәрлендіретін және әжімдерді жазатын маска жасау үшін жүзім мен сүзбені бірдей мөлшерде алып, езіп, жақсылап араластырамыз. Бет терісіне 15 минутқа жағып, бөлме температурасындағы сумен жуамыз. Майлы тері үшін бірнеше түйір жүзімді езіп, үстіне бір ас қасық ұн немесе крахмал қосып, әбден араластырамыз. Бет терісіне 20 минутқа жағып, содан соң жылы сумен жуып тастаймыз. Егер беттеріңіз күнге қатты күйген болса, жүзім мен балдан маска жасаңыз. Бір ас қасық езілген ақ жүзімді бір шай қасық балмен араластырып, 15 минутқа жағып қоямыз. Маска жасауға уақытыңыз болмай жатырса, жүзімді жартысынан бөліп, бөліктермен екі бетіңізді сүртіңіз. Жүзім сөлі теріге өң береді, жаңартады. 30 минуттан соң жылы сумен шайып тастаңыз. Теріні терең тазартып, серпімділігін арттыру үшін бір ас қасық езілген жүзімді бір шай қасық ұнмен және жарты шай қасық ас содасымен араластырамыз. Бет терісіне 10-15 минутқа шеңбер жасай отырып жағамыз. Содан соң жылы сумен жуып тастап, нәрлендіретін крем жағамыз. Арнамыздағы басқа да видеоларды, пайдалы кеңестерді жіберіп алмас үшін тіркеліп, лүпіл басып пікір қалдырып отырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.
Turn it on, let the beat explode. Dancing like straight vibes, here we go. Feel the energy rush in the video flow. Creating magic, making memories. You gotta know, mixing sounds, breaking ground. A rhythm so tight, capture moments, sparking emotions. Day and night, unleashing ideas like fireworks in flight. In this dynamic world, everything feels right. Get ready for the ride, we're on a roll. Creating visuals, stirring up the soul. Through the lens, our story we unfold. With active and dynamic music, we rock and we roll.
and two states. I first met you far and wide. How could I forget your bright eye when you told me your name? And tell me your favorite number. Was this spell I'm under staring at the most beautiful girl? I wouldn't wanna figure this out with anyone else but you. I know you're lonely, but this song will have to do. I searched for my whole life for love so true. Despite the distance, I'm right here with you. And long talks and awkward silence, late nights walking through the garden, running with your hand in mine. And sunset upon our faces, heartbeats were changing paces when you said you'd be mine. I wouldn't wanna figure this out with anyone else but you. I know you're lonely, but this song will have to do. I searched for my whole life for love so true. Despite the distance, I'm right here with you. Despite the distance, I'm right here with you.
ютубқа салып примерада отырамыз да ойбай десең. Turn it on, let the beat explode. Dancing like strict vibes, here we go. Feel the energy rush in the video flow. Creating magic, making memories. You gotta know, mixing sounds, breaking ground. A rhythm so tight, capture moments, sparking emotions. Day and night, unleashing ideas like fireworks in flight. In this dynamic world, everything feels right. Get ready for the ride. We're on a roll, creating visuals, stirring up the soul. Through the lens, our story we unfold with active and dynamic music. We rock and we roll. فنفعل صلى الله عليه وسلم پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم امتنا لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم الله الله صلى الله عليه وسلم وكين أصاب بعض القادة ومن كذا باشي الشغل وكان نعم نقبل تسجيل الله رسول الله وكذا ذلك ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. كفوا على فوق خط على لم يكن له كفوا احد. شكرا لكم.
Сәлем сұлуларым. Бүгінгі видеомызды қас пен кірпік күтімі туралы ақпараттарға арнаймыз. Ал сіздер арнамызға тіркеліп, лүпілдеріңізді басып, пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Қас адамның бет әлпетіндегі көзге ең ерекше түсетін белгілерінің бірі. Олар көздің мәнерлілігін айқындауға, бет пішінін түзетуге, оны жасартуға немесе керісінше қосымша жас қосып көрсетуге әсер етеді. Адамның бәрі мінсіз қастармен туылмайды. Сол себепті эстетикалық көрініске жету үшін қасымызға да үнемі күтім қажет. Кішкентай көз немесе өте үлкен мұрын сияқты ұсақ кемшіліктерді қастарыңызды түзету арқылы жасыра аласыз десем сенесіз бе? Қасыңыздың дұрыс дизайны бет әлпетіңізге айқындық беріп, артықшылықтарыңызды арттырып, немесе кемшіліктеріңізді жасырады. Және керісінше қасыңыздың дұрыс емес пішіні түріңізді шаршаңқы, кәрі етіп көрсетеді. Қасты әдемі ету үшін ең алдымен сіз өзіңіздің бет пішініңізді ескеруіңіз керек. Мысалы, маңдайыңыз жоғары, кең болса, қасты жоғары етіп түзетпеу қажет. Ал жіңішке қастар кішкентай көздерге жараспайды, өйткені олар одан сайын кішірейтіп көрсетеді. Бетіңіз дөңгелек пішінде болса, қастарыңыз қысқа болмауы керек. Бірақ қас ұштарын көзіңіздің сыртқы бұрышынан асырып, ұзартып және жоғары көтеріп бояу арқылы бет сүйектеріңізді ерекшелеуге, сондай-ақ бет көлемін визуалды кішірейтіп көрсете аласыз. Ал бет пішініңіз төртбұрышты болса, онда сізге ұзын, тегіс және жалпақтау қас үлгісі жарасады. Геометриялық пішін болғандықтан қас бұрыштарын алып тастап, жалпақтығын қалдыру керек. Қасыңыз табиғи түсте болғаны дұрыс. Ашық түстен қараңғы көлеңкеге дейін өту сияқты градиент жасауға да болады. Егер бет пішініңіз жүрек тәріздес болса, онда оны қастың көмегімен дөңгелетіп көрсетуге болады. Қастарыңыздың пішіні жұмсақ және орташа ұзындықта болуы қажет. Ұзартылған ұштар мен иілулерден аулақ болған жөн. Қас күтіміндегі ерекше есте ұстайтын жағдай қастарыңызды ешқашан қимаңыздар. Біріншіден, қастарыңыз тым қысқа етіп алуыңыз мүмкін. Өйткені кесу кезінде қастарыңыздың ұзындығын бақылау мүмкін емес. Екіншіден, әрбір қас талшығы түбінен ұшына дейін бірте-бірте тарылып ағарады. Ұшын кесіп тастасаңыз, қас талшығы ең қалың нүктесінде табиғи емес пішінде қалып қоюы мүмкін. Және үшіншіден, қастың өсу бағыты табиғи пішінмен тығыз байланысты. Бір бөлігін жоғалтқан қас талшығы өсу құрылымынан шығып, сәндеуге келгенде қиынырақ болады. Сондай-ақ қию кезінде қастарыңыздың табиғи жаңару процесі бұзылады. Енді үй жағдайында қасты түзетуге тоқталсақ, қастың артық жерлерін алып тастау алдымен пішінін келтіріп алыңыз. Бояулар мен кірден тазартыңыз. Кәдімгі сызғыш арқылы беттің ортасын, қастың бастапқы нүктесін және шыңын анықтап алыңыз. Мұрынның қанатынан көздің сыртқы бұрышы арқылы сызық сызыңыз және қастың соңғы ұшын белгілеңіз. Енді осы белгіленген нүктелерді қарындашпен немесе қас пастасымен қосып шығыңыз. Осылай төменгі сызықты да сызып аламыз. Ал үй жағдайында қастарыңызға күтім жасау үшін оны ылғалдандырып отыру қажет. Яғни майсана майы, кокос немесе арган майларының бірін жағып 10-15 минутқа қалдырыңыз. Уақыт өткен соң сумен шайып тастаңыз. Қастарыңызды тарап тұрыңыз. Қасқа арналған арнайы щетканы тарап жүрсеңіз, қасыңыз біркелкі өседі. Ескі және лас косметикалық құралдарды пайдаланбаңыз. Күнделікті қарындаш не гель қолданатын болсаңыз, кешке міндетті түрде сүртіп тастаңыз. Қас жақсы өсу үшін биотин мен Е дәрумενіне бай тағамдарды мол тұтыныңыз. Енді кірпік күтімі жөнінде айтып өтсек, адамның сұлулығы көзде, ал көздің сұлулығы кірпікте деп естідім. Кірпіктеріңіз әдемі көріну үшін сүрмемен бояр алдында кірпікке опа жағыңыз. Содан соң праймер, яғни кірпік үшін негіз болып табылатын түссіз сүрмені жағыңыз. Праймер кірпіктеріңізді тығыз және қалың етіп қана қоймай, сонымен қатар көлем беріп, әр кірпікті бір-бірінен бөліп тұрады. Праймердің құрамында кірпікті нығайтатын және қалпына келтіретін компоненттер бар. Праймерден соң ғана кәдімгі сүрмені жағыңыз. Сүрме жақсы жағылуы үшін 5 минут ыстық суға салып алыңыз. Жылы сүрме кірпікке жеңіл жағылып, бір тегіс етіп көрсетеді. Қас пен кірпік өсіруде ең тиімдісі биотин, яғни B7,
Е және С дәрумендері, сондай-ақ ошаған майы, майсана майы, алоэ вера гелі де табылады. Суретте көріп отырғаныңыздай мөлшерде алоэ вера гелін және майсана майы мен Е дәрумендерін араластырып құтыға құйып күнделікті пайдалансаңыз болады. Егер теріңіз құрғақ болса, онда зәйтін майын қолдансаңыз құба-құп. Ал кешке күндізгі бояуды суда еритін майсыз тазартқыштармен сүртіңіз. Кірпіктеріңізге майсана, бадам майларының бірін немесе вазелин жағып түнге қалдырыңыз. Кірпіктің өсуіне арналған арнайы табиғи немесе дәріханалық құралдарды қолданыңыз. Биралағышты көп қолданбаңыз, себебі ол кірпіктердің әлсіреуіне әкеледі. Көз айналасын қатты сүрту мен уқалаудан аулақ болыңыз. Бұлай жасау әжімдердің ерте түсіп, кірпіктеріңіздің сынғыштығына әкеледі. Осы айтылған кеңестерді ескеріп, күнделікті күтім жасап жүрсеңіз, қасыңыз бен кірпіктеріңіз қалың да әдемі болып өсіп, көп ұзамай сізді қуантатынына сенімдімін. Әрдайым әдемі болып жүріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Кеш жарық, сұлу ханымдар. Бүгінгі әңгімеміз әйел әдемілігі жөнінде болмақ. Әйел әдемілігі бұл тек сыртқы көрініс қана емес, сонымен қатар ішкі жан дүниесінің байлығы, нәзіктік, мейірімділік пен даналықтың үйлесімі. Сыртқы сұлулыққа табиғи келбет, таза тері, әдемі шаш, үйлесімді пішін, сәнді киім, жарасымды макияж, дене саулығына көңіл бөлу жатса, жымиыс пен шынайы күлкі ғана ішкі сұлулықты көрсетеді. Сондай-ақ ішкі әдемілік дегеніміз басқаларға деген қамқорлық пен түсіністік, даналық, өмірлік тәжірибе мен ақыл парасатты қолдану, сабырлық, қиын жағдайда ұстамды болу, айналасындағыларға қолдау, шабыт беру қасиеті. Ал мәдени рухани байлыққа тіл байлығы, білімділік, өзін-өзі жетілдіруге ұмтылысы, рухани үйлесімділік пен ішкі тыныштық жатады. Әйел әдемілігі тек табиғи қасиет емес, оны күтіп дамытуға болады. Негізгі құндылық өзін-өзі сүю, бағалау, демек өзіне күтім жасау. Бұл арнадан сіздер әйел адамның өз-өзіне дұрыс күтім жасауы, сондай-ақ әдемі де тартымды көріну үшін жарасымды киінуі жөнінде біраз ақпараттар мен кеңестер ала аласыздар. Яғни сыртқы сұлулықты қарастырамыз. Сырт келбеті арқылы әйел әлемге өзін таныстырады. Жас пен дәрежеге, материалдық және психологиялық жағдайларға қарамастан, еріншектіктен арылып, күнделікті күтім жасауды бастаңыздар. Күтімді бастамастан бұрын өз тері типіңізді анықтап алыңыз. Тері типін анықтау туралы видео арнамызда бар, қарап алуға кеңес береміз. Қандай да тері болмасын, күнделікті күтім ең алдымен тазарту, сергіту, ылғалдандыру және қорғанудан тұрады. Ал қосымша нәрлендіруді иіс майлар арқылы немесе үй жағдайында маска жасау арқылы беруге болады. Енді осы бірнеше қадамды қарастырайық. Бірінші қадам тазарту. Таңертең міндетті түрде тазарту құралдарымен жуынамыз, себебі түні бойы терімізге бөлінулер болады. Таңертең соны тазалап жуу қажет. Тазарту құралдарын өз тері типіңізге сай келетінін немесе барлық тері типтеріне пайдалана беруге болатынын қолданыңыз. Екінші қадам серпімділік. Яғни теріге серпімділік беру үшін сапалы тоник немесе тонер пайдаланыңыз. Негізі теріні сергіту құралдарын әрбір жуынған сайын қолданған дұрыс. Тоник қолданған соң 5 минуттан кейін сары суды жағамыз. Сары суды пайдалану өте жақсы нәтиже береді. Теріні тегістеп, секпілдерді ағартады, қартаюға қарсы әсер беріп, теріңіздің жақсаруына ықпал етеді. Күн салқын мезгілде майлы негіздегі сары суды, ал жылы маусымда су негізіндегі сары суды қолданыңыздар. Ендігі кезек иіс майларда. Алдымен көз айналасына арналған иіс майды жағып алыңыз. Ең бірінші әжімдер осы тұста пайда болады, сондықтан бейжай қарамаңыз. Көз айналасына арналған иіс майды қастың астында тұратын сүйектің үстіндегі теріге жағамыз, және көз астындағы жұқа теріге жағамыз. Ал қозғалып тұратын дәл көздің үстіндегі теріге иіс май жақпаймыз. Келесі күндізгі иіс май. Құрамында қоршаған ортаның әсерінен қорғайтын компоненттері болады, және теріні күндізгі макияж жасауға дайындайды. Жеңіл және тез сіңімді болып келеді. Соңғы қадам қорғану. Құрамында қорғанысы бар иіс майды, яғни SPF-ті жылдың 4 мезгілінде де жағып жүріңіз. Қорғанышы бар иіс майдан соң барып өң беретін, яғни тональный иіс майды жағасыз.
Кейбір күндізгі иіс майлардың құрамында SPF қорғанышы болуы мүмкін. Сондай-ақ кейбір өң беретін иіс майлардың да қорғанышы болады. Мұндай кездері өзара реттестіріп, яғни құрамында қорғанышы бар күндізгі иіс майдан соң өң беретін опа жақсаңыз да құба-құп. Ал кешкі күтімді демакияждан, яғни күндізгі шаң тозаң мен бояулардан арылудан бастаймыз. Ол үшін мицелляр суына немесе 2 фазалық тазарту құралына малынған мақта дискісімен бетті сүртеміз. Болмаса гидрофилді майды бетке жағып, содан соң барып тазартатын гелмен немесе көбікшелермен жуынамыз. Сергіту үшін тоник не тонер қолданамыз. Егер қажет болса ғана, яғни курспен сары суды немесе эссенцияны жағуымызға болады. Содан соң барып көз айналасына арналған иіс маймен бетке арналған түнгі иіс майды қолданамыз. Егер қосымша скраб не пилинг, маскалар жасайтын болсаңыз, сергіту алдында, яғни бетті тазартып болған соң жасауға кеңес береміз. Енді маска жасауды қарастырайық. Әйел адам бұрынғы заманнан сұлулыққа ұмтылған жан емес пе? Сол себепті ежелгі патшайымдар өз сұлулықтарын сақтап қалу барысында қолда бар өнімдерден маскалар жасаған. Қазіргіде технология дамыған заманда әрине басқа да тәсілдермен дайын маскалар жетерлік. Алайда бетіңізге не жағып жатқаныңызға 100% сенімді болғыңыз келсе, онда масканы өзіңіз жасап жақсаңыз, қымбат масканың нәтижесінен кем түспейді. Тек ерінбесеңіз болды. Үй жағдайында маскалар нәрлендіретін, ылғалдандыратын, жасартатын, тазартатын және ағартатын деп бөлінеді. Маска жасарда мына ережелерді қатаң сақтаңыз. Кемі 20-30 минут өзіңізге демалыс жариялаңыз. Масканы жақпас бұрын аллергияға тексеріп алыңыз. Ол үшін дайын болған маскадан кішкене бөлігін қолдың сыртқы бөлігіне жағып, 15 минут күтеңіз. Егер ешқандай қышу, қызару болмаса, онда масканы пайдалана беруге болады. Маска жаққан соң күлуге, ашулануға, тіпті сөйлеуге де болмайды. Өйткені мимикалық әжімдер түсіп, кері нәтиже көруіңіз мүмкін. Сондықтан үй шаруасын қоя тұрып, өзіңізге демалыс жариялап, кітап оқыңыз, журнал парақтаңыз, музыка тыңдаңыз, немесе ванна қабылдаңыз. Енді үй жағдайындағы маскалардың бірнеше түрлерін қарастырайық. Қазір қыс мезгілі болғандықтан, алдымен салқын кезеңдегі бет күтімі мен қыста жасауға ұсынылатын маскаларға тоқталамыз. Ал сіздер қазақ тілді контентімізді қолдап, лүпіл басып, тіркеле отырыңыздар. Қыс мезгілінде терімізге ерекше көңіл бөлуіміз керек. Даладағы аяз бен ғимараттардағы ыстық ауа, яғни температураның жылдам ауысуы, әсіресе бет терісіне бірден әсер етіп құрғатып жібереді. Сол себепті үнемі ылғалдандырып отыруымыз қажет. Негізгі күтім тазалау, ылғалдандыру және қорғанудан тұрады. Алайда қыста нәрлендіруді де ұмытпауымыз керек. Яғни құрамында майлар бар, нәрлендіретін иіс майлар жағып, үй жағдайында нәрлендіретін маскалар жасаңыз. Тазарту құралдары өте жұмсақ болғаны дұрыс. Яғни құрамында гиалурон қышқылы, пантенол және церамидтер бар құралдарды пайдаланыңыз. Ал гидрогельдер мен құрамында спирті бар тониктерді көктемге дейін ұмыта тұрыңыз. Ал ылғалдандыру құралдарын таңдарда өз тері типіңізге мән беріңіз. Майлы және аралас теріге жеңіл тоник немесе гельдер, қалыпты теріге ылғалдандыратын лосьон, ал құрғақ тері үшін терең ылғалдандыратын крем пайдаланған жөн. Бұл ылғалдандырғыштардың құрамында гиалурон қышқылы, алоэ сөлі, глицерин, сквален және амин қышқылдары болғаны дұрыс. Қыста күн сәулесі аз түскенімен де, қарға шағылысқан ультракүлгін сәулесі жаздағыдан кем әсер етпейді. Сондықтан қорғаныс кремі міндетті түрде жағып жүріңіз. Теріге қосымша қоректендіріп, құрамында С, Е дәрумендері бар иіс майлар қолданыңыз. Ескерте кету керек, кремдерді сыртқа шығардан 1 сағат бұрын жағыңыз. Аптасына 2-3 рет үй жағдайында нәрлендіретін және ылғалдандыратын маскалар жасаңыз. Арнамызда әр тері типіне арналған маскалар жөнінде видеоларды қарап шығуға кеңес береміз. Қыс мезгілінде кез келген тері құрғайды. Сондықтан әркім өз тері типіне арналған ылғалдандырғыштарды қолдану керек. Ылғалдандыратын иіс майлардың құрамында өсімдік майлары, яғни арган мен линол қышқылы және ши майы бар болғаны өте жақсы. Ылғалдандыратын лосьондарды денеге түгел жағып шығыңыз. Әсіресе құрғақтыққа бейім келетін аяқ, табан және шынтақтарды ұмытпаңыз. Суық ауа райы тікелей әсер ететін бет пен қолдар ерекше күтімді қажет етеді.
Қатты суықтан қолдарыңыз жарылып кетпеу үшін үнемі ылғалдандыратын және қорек беретін иісмайлар жағып қолғап киіп жүріңіз. Қыста ерінді де ұмытпаған жөн. Ерінге күтім жасау үшін құрамында липидтер, балауыз немесе ерінге арналған иісмайлары бар арнайы ерін далабын пайдаланыңыз. Мойын мен декольте аймағына да мән беріңіз. Күнделікті ылғалдандыратын иісмай жағып массаж жасап қойыңыз. Өте қалың тоқылған шарфтар мен тоқымаларды теріні тітіркендіруі мүмкін, сондықтан олардан аулақ болыңыз. Тері әдемілігін сақтап қалу дұрыс тамақтануға да байланысты. Суды көп ішіп, майлы қышқылдарға бай өнімдерді, яғни жаңғақтар, авокадо, зәйтүн майын молынан тұтыныңыз. Мінекей сұлуларым, осы кеңестерді ескеріп жасап жүрсеңіз, тері сұлулығын сақтап әрдайым әдемі боласыздар. Назарларыңызға рахмет. Қайырлы күн сұлуларым. Міне кезек теріні тазартатын маскаларға да келді. Теріні тазартатын маскалардың құрамына негізінен сұлы жармасы, не қауызы, жұмыртқа ақуызы, желатин, ас содасы, тұз және косметикалық саз кіреді. Сұлы қауызы өлі жасушаларды алып, теріні микроэлементтермен қанықтандырады. Желатин теріні тартып, бөртпелерді кетіретін керемет өнім болса, ақуыз теріні тартып, өң береді, тері тесіктерін кішірейтеді. Аспирин, тұз, ас содасы және косметикалық саз секілді өнімдер терінің терең қабатын тазартуда жақсы нәтиже береді. Енді осы өнімдерден дайындалатын бірнеше тазартатын маскаларға тоқталайық. Барлық тері типіне арналған сұлы маскасынан бастайық. Құрғақ тері үшін сұлы жармасын жылы сүтпен араластырамыз. Қоймалжың масса болу керек. Таза бет терісіне жағып, 15 минуттан соң жылы сумен жуып тастаймыз. Осы масканы майлы және аралас тері типтері үшін ұнтақталған бір ас қасық сұлы жармасын, бір ас қасық қаймақ және бір шай қасық лимон сөлімен араластырамыз. Қоспаны бетке 15 минутқа жағып, салқындау сумен жуамыз. Масканың артығын тоңазытқышта бір аптаға дейін сақтап пайдалануға болады. Қара нүктелерді кетіруге ең нәтижелі маска желатин мен белсендірілген көмірден жасалады. 2 таблетка активтендірілген көмірді ұнтақтап, бір шай қасық желатинмен қосамыз. Үстіне бір шай қасық су не сүт қосып жақсылап араластырамыз. Дайын қоспаны 20 секундқа микротолқынды пеште немесе ыстық суға желатин ерігенше салып аламыз. Аралас тері үшін бұл масканы Т аймаққа 20-30 минутқа жағып қоямыз. Уақыт өткен соң жылдам қимылмен аламыз. Ал саздан жасалатын маскалар майлы теріні жақсы тазалайды. 2 ас қасық сазға газсыз минералды суды біртіндеп құйып, қаймақ тәріздес болғанша араластырамыз. Көз айналасынан алшақтау, қалыңдау етіп жағамыз. 10-15 минуттан соң жайлап ылғалдандырып жуып тастаймыз. Енді аспирин таблеткасынан тазартатын маска жасайық. 2 таблетка аспиринді езіп, ұнтақтап, 2 ас қасық қатықпен араластырамыз. 20-30 минутқа бетке жағып жуып тастаймыз. Аспирин бөртпелерді кетірсе, сүт қышқылы, яғни қатық бет терісін жеңіл қабыршақтандырады. Аспириннен тағы бір маска жасауға болады. 4 таблетка аспиринге 4 тамшы су тамызамыз. Аспирин ісініп босайды. Содан соң езіп, бір шай қасық балмен біраз қасық алоэ гелін қосып мұқият араластырамыз. Масканы 15 минутта ұстап, жуып, ылғалдандыратын иісмай жағамыз. Ас содасы да теріні терең тазалайды. Құрамында теріге ерекше әсер ететін натрий биокарбонаты бар. Сода негізіндегі маскалар тиімді тазартуға көмектесіп, шаршауын басады. Бірақ та ас содасы абразивті қасиеттерге ие, сондықтан да оны мұқият және сирек пайдаланыңыз. Ас содасына маска дайындау үшін біраз қасық соданы қоймалжың масса болғанша кәдімгі сумен немесе жуынуға арналған гельмен араластырамыз. Мұндай масканы аптасына 2-3 рет жасауға болады. Бір курс 10 рет жасаудан тұрады. Одан соң 14 күн үзіліс жасайсыз. Ал келесі маскамыз жұмыртқадан жасалады. Ақуызды сарыуыздан бөліп алып, бірнеше тамшы алма сірке суымен және бір шай қасық балмен араластырамыз. Қоймалжың масса болғанда сарыуызды қосып жақсылап араластырамыз. 10 минутқа таза бет терісіне жағып, жылы сумен жуып тастаймыз.
Ең соңғы маскамыз тұз бен тіс пастасынан жасалады. Бөртпелер мен қатқылданған тері бөліктерін тазартып, жұмсартады. Біраз қасық тіс пастасына 1 шай қасық тұз қосып араластырамыз. Қоспаны бетке жағып, 10 минуттан соң жылы сумен жуасыз. Тіс пастасының өзінен де маска жасауға болады. Ол үшін кез келген тіс пастасын алып, бір тегістетіп бетке жағамыз. 3 минутқа ғана бетте ұстаймыз да жылы сумен жуып тастаймыз. Пастаны жағар алдында бетті сәл ылғалдандырып алсаңыз да болады. Бірақ көз айналасынан абайлап алшақтау етіп жағыңыз. Бұл маска бетті сауықтырып өң береді, тазартады. Аптасына 1 рет қолданыңыз. Мінекей, бүгінде бет терісін терең тазартатын бірнеше маскаларды қарастырдық. Ерінбей жасап, әдемі болып жүріңіздер. Назарларыңызға рахмет.